күніне 15 мыңнан 150 мыңға шейін табыс тапқыларың келсе, онда сотовый аксессуар кәсібіне өтіңіздер. Ең бірінші не керек бұл сотовый аксессуарға? Ең бірінші, егерде қаражаттарың болып жатса, бұны 300 мыңнан миллионға шейін қаражатпен бастасаңыздар болады. Ал егерде ондай қаражатыңыз болмаса, мен сендерге кеңесім, ең басында біреуге жұмысқа кіріңіздер, осы сферада жүрген. Кіріп алып, сіздер қыр-сырын біліп аласыздар. Не жақсы өтеді, не өтпейді, қандай нәрселер өтетінін бәрін біліп аласыздар. Содан кейін ақшаларыңыз болып жиналып жатса, содан кейін ашсаңыздар да болады. Ең бастапқы мәселе, егерде бірінші ашып атсаңыздар, локациясын дұрыс таңдау керек. Жақсы адам көп жүретін жерде ашу керек осыны. И чехол, бұлардың бағыттары мысалы, чехол, зарядкалар көп өтетін, шнур и мынандай стеклолар жақсы өтетін, бетіндегі защиткалар. Біреулер қазір ойлау мүмкін, Каспийда көбісі заказ береді депші. Әңгіме жоқ, Каспийда көп заказ береді, бірақ чехол, защитка ол постоянно өтетін нәрсе. Екінші мәселе, ол защитный стеклоны тек на месте клейлеу керек болады, потому что адам оны заказ беріп алғанмен оны жабыстыра алмайды. Себебі ауа қалып қалады, мусор қалып қалады, оны шығару ол опытный адамдар ғана істейді, постоянно істеп жүрген адамдардың қолынан келеді. Бұған сотка қоссаңыздар да болады, ремонт қоссаңыздар да болады, сотовый ремонт жасау. Ремонтты жасауды отдельно үйретемін, оны басқа бір видеода айтамын, оны қандай аппараттар керек, қанша керек, қалай үйренсе болады, оның бәрін отдельно видео түсіремін. Сіздерге айтатын тағы бұл жақта ең бастыға өтетін тағы бір бағыты, ол батарейкалар жақсы өтеді, шнур и тағы қосалқы бөлшектер, машинаға подставка, наушник деген проводной, беспроводной колонка бәрі өте береді. Қазір бұны, мысалы, бұл товарларды қазір TikTok'ты үйреніп алып, TikTok арқылы сатсаңыздар да болады. Әрбір үйде, әрбір адамда бұндай сотка бар, и бұл соткалар әрбір адамда бар. Сол үшін бұл соткалардың қосалқы нәрселері, аксессуары жақсы өтетін товарлардың бірі. Ең бастапқы тағы қайталаймын, локация. Толығырақ ақпарат алғыларың келсе, толығырақ қаяқтан доставка, мынандай обзор қылсын десеңіз, комментария, лайк басып, комментария қалдырып кетсеңіздер, мен Алматыдағы оптовый точкаларда обзор қылып беремін, видео, басқа видеоларда.